Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Міне бүгін кеше стяжка құйдық, бірақ ол бірінші слойы сантехникасы орнаттық. Шығаратын бүт трубасын жақтан шығардық. Баянақтан да раковинаға шығардық. Суға ағып кететін, ваннаға қойдық, бекітікте. Өзін Ассалаумағалейкум, құрылыс сүйер ағайын. Бұл қазақ тілі құрылыс арнасы. Арасында енді орысша сөздер кетіп қалады. Әзір қазақшасын дұрыс білмегендіктен дұрыс аудармасы жоқ деуге де болады. Біз андай жұмыс алдық клиенттерден. Кешегі істеген жұмысымыз мына жерден ана жерге дейін ваннаның ванна дейді. Содан жаман су ағатынын бүйтіп шығардық. Сосын мына жерден раковинадан жаман су ағатынын шығардық астымен. И кетті. Сантехникасын жүргіздік кеше. Екі несі, ыстық су, мұздай су болды сондай. И мынаяқтан келеді. Стяжканы құйдық. Енді тағы бүгін бетіне теплопол. Мына жерге осыдан теплопол кетеді. Осын бетіне тағы бір қабат 5 сантиметрлі стяжка құямыз. Ал бүгін қазір істейтініміз, бүгін сылақ подмаяк деп аталады. Подмаяк қазақшасын білмедім. Сылақ кетіп қалған, кеше біз сылап кеткенбіз. Қатты ойық жерлерді. Ертеңде өзімізге жеңіл болсын деп. Көріп тұрғандарыңыздай. Бүгін енді құдай қалса, қазір несін бастаймыз, маягын құрамыз. Маягын құрып, уровень шығарып, ертеңге дайындап кетеміз кафель басуға. Сол үшін бүгін бәріне үлгеру керек. Міне жерін ойдық. Кеше дайындап кеткенбіз. Біршама жұмысын. Міне осындай болады. Құдай қалса ертең көрсеңіз, бүгін не істегенімізді. Тағы да қалайсыздар? Міне біз бүгін маягын құрдық. Бір маяг, екеу, үшеу, 4, 5, 6, мына тағы құрдасым біреу. Ена қабырғаға үшеу істейміз. Барлығын орденге қойып, тексеріп шығамыз. Сосын кепкесін, ордасын сылаймыз. Бұрғамен дұрыс ұстамайды негізі. Үйрен алмайтын. Уровень. Міне уровень. Подмаяк істейміз. Ол клиенттің келіскеніне қарай. Ал егер жоқ маған подмаяк керек емес, кафельный клейді өзің кетіре бер десеңіздер. Міне сылағы. Ал міне бүгін үйістіп, жаңағы маяқтың бәрін құрып тастадық. Енді жылы еден орысшасы теплопол, соны орнатып жатырмыз. Астына фольга салдық. Термофрост ба не? Термософт. Клиенттің айтуымен оның астына тағы да қағаз салдық. Короче, бүгін ертең кеппейін деп тұр ғой. Міне осыдан жақ деген бардак болады. Міне үйістіп салып береміз. Енді бетіне цементпен стяжка құямыз ғой. Ал міне біз деген десе. Міне қиып енді күтеміз, енді ертең болған. Құдай қаласа азанда сылақты бастаймыз. Біз кеттік. Міне сыладық подмаяк. Енді байынша тесік қой. Өзіміз ертең кафель басатын болғасын, өзімізге болады деп істедік та. Подмаяк, главный тесік, тегіс деген. Ал байынша подмаяк істеп берсе, тегіс гладкий қып істейміз ғой. Міне сымы шығып тұр. Міне. Осының үстіне ертең басамыз енді кафельді. Құдай қаласа. Тесіктеріне мән бермеңіздер. Негізі ол мынандай гладкий болып қой. Тегіс. Тағы да айтайыншы. Видеоның ортасынан көріп қалатқандарға әдейі өзіміз басатын болғасын осылайдан қалдыра салдық. Ертең тарақтар емес. Өзі бешіне сыңбайтын ортасында бүйтіп. Тағы да бір клей жағып жібереміз болғанша бетіне бүйтіп
Платки өзі әдемі болады, вообще мықты ұстайтын болады. Кешегі мына сан өзі батып кетті, өйтіп шығып тұр міне. Şimdi кафельмен бірге кетеді. Мына жерде раковина тұрады, ағатына. Осынан кейін трубасы мына жақтан ағып кетеді. Анау теплополдың сымы. Ертең кафельмен басылып қалады ол. Болды, міне көрпе тұрған шығар, бақша. Қап-қараңғы. Міне өйстіп откостар, міне оған енді не істеген жоқпыз, әшейін ертең уровеньмен жасаламыз. Бұған шли не керек емес енді. Бірақ орыстар болғанда бұны подмайк шығаратын еді ше, уровень қойып. Ананда бәрінде олар сөйтетін еді. Мәше ертең подмайк десеңіздер, әдемілеп гладкий қып істейміз ғой негізі. Брус тип беретін, біздің артымызда мысалы брус дейтін болса, әдемілеп тип-текс қып істейміз, андай гладкий тұрады. Ондай гладкий ол. А так былай өзіміз не істейтін болғасын, өйстіп қоя салдық. Тағы да айтайыншы, ерінбей. Өйтіп қай жазады комментарияға. Тағы да қалайсыздар? Міне бізде осылай отыр. Бүйтіп, мынандай декор. Пол осындай. Енді размерлері әртүрлі мыналар. Мысалы, істеп мынандай отыр. Әйтеуір келтір, уақыт кетіп жатыр мысалы міне. Көрдіңіздер ғой? Мынандай отыр стик, бір-бірін тақалып. Страшно отыр, страшно. Мынандай отыр, мынандай. Ну, короче, на кафеге жетпей ғой. Ne var? Al mine. Biz bugün bitip kaldık. Қазір ванна, раковина орнатамыз. Зайдерсен ажыр қалды міне. Жетпей қалды жаңа. Достар, енді кафелер размері әртүрлі болғасын келмей қалды. Бүйтіп болады, короче. Міне ванна қойып жатырмыз. Уровені. Ровно шамал. Ровно бола берсін, іш жағы оқылған ғой. Іш жағына қоямаймыз дейсің ғой. Су ағаза істейлі ғой. Фатадан ағыз тұр. Ағыз. Не пұртик. Қандеш фата. Жай ағызан, şimdi мусор ғой. Уровень жоқ қой. Уровень жоқ қой, шамал. Шамал көтересін айтты, кестіз ақ. Міне бізде болдық, енді мына аяқты жуып шығады өздері. Міне. Міне қазір жағамыз қазір. Қалса міне біттік. Мен негізі тек кабельшікпін ғой. Сантехника білеміз, сантехниканың қасында аласы. Мен раньше тек мен аламын. Кабельді аламын. Енді тек жуып алып, яқтан өздері эмульсиялай ма, не жаңағы сондай сөйтіп галтелан қояды. Кабель жапсырған мен десе.